Еркіндік музыкасы джаз. Елордада саксофонның ғажайып үні 2 күн бойы үзілмеді. Ең дарынды өнерпаздар мамырдың 26-27 күндері джаз фестивалінде бақтарын сынады. Астана, Павлодар, Қарағанды, Көкшетау аймақтарын біріктірген бұл шараны Самұрық-қазына ұйымдастырған. Бұрын біздің студенттеріміз шетелге шыққан. Ол да Вашингтонда ойнаған, Нью-Йоркта да ойнаған. Біздің Астана қаласында Шқайбақта да сондай джаз фестивальді өткізіп едік. Содан да мен өте ризамын. Бірінші үлкен алғыс айтамын біздің Самұрық-қазына компаниясына. Жалпы байқау барысында 40-тан астам адам өнерлерін ортаға салды. Олардың қатарында жеке орындаушылар да, ансамбль мен оркестрлер де бар. Қатысушылардың жас мөлшері де, тәжірибесі де әр алуан. Десек те барлығының мақсаттары ортақ. Елімізде джаз мәдениетін өркендету. Тұңғыш рет Астанада аймақтық фестивальдің өткізілуде биік армандардың орындалуына түрткі бергендей. Армансыз адам жоқ қой. Келесі жылы біз армандаймыз бұл фестивальді, конкурсты республикалық деңгейде өткізсек па деп. Нәтижесі кейін болашақта мүмкін халықаралық деңгейге өседі деп сеніміміз бар. Себебі Қазақстанда джазбен айналысатын және джазды өте сүйіп тыңдайтын, жақсы көретін көрермендерімізде және профессионалды музыканттар өте көп. Алайда джаз әуендері жүректі қаншалықты тербеткенмен, әділ қазылар алқасы алдында жауапты міндет тұрды. Үздіктерді анықтау оңайға түспеді. Басты талаптар саз материалының сапасы мен орындаудың ерекшелігі. Қалай дегенмен сахнада орындалған әр номер бір хикая іспеттес. Сондықтан шығармашылық сайыс нәтижесінде ең мазмұнды да әсерлі хикая авторлары жеңімпаз атанды. Жеке орындаушылар арасында бірінші орындарда Еркебұлан Тұрмұхамбетов пен Ербол Құдабаев иеленді. Ал Қазақ өнер университетінің студенттерінен құралған топ үздік оркестр деп танылды. Аспапты ансамбль аталымында сакс хорус ұжымына теңгелер ешкім болмады. Бұған қоса іс-шараның бас демеушісі Самұрық-қазына сайыскерлерге арнайы сыйлықтарын да дайындапты. Шәкіртақы Диас Расылқановқа бұйырды. Бір қызығы, жас музыкант әуенін қылқаламмен де бейнелей алады екен. Оның туындылары байқауға арналған жеке көрмеде орын алды. Сурет салғанда да өзім жақсы сезінем. Инструментті ойнағандай. Ол маған өте көмектеседі. Өйткені кейде болады, бір произведение ойнаған кезде оны сурет қылып салуға болады. Бірақ ол произведение сен ойнаған кезде әрқашан әрқалай болып ойналады. Постоянно бірдей болып ойналмайды, әрқашан әрқалай ойнайды, бір произведение болса да. Марапат рәсімнен кейінде джазмендер тарауға асықпады. Лауреаттардың концерттік бағдарламасын тамашалады. Бұл байқау оларға мол сенім ұялатты. Ұлттық әл-ауқат қоры тарапынан бөлінген грант арқасында енді өзге халықаралық байқауға қатысуға да мүмкіндік бар.